ой, зум Мгм. Мгм. запись көре аламыз сосын. Иә, запись көре аламыз сосын. Қосылды. Запись қосылды. Ал танысайық. Бүгінгі эфирімізді бастайық. Қалған қыздар енді қосыла жатар. 15 минут күттік бәріңізді. Бүгін так, Талсұлу ханым кірді ма? Талсұлу ханымға жібергем. Так, Талсұлу ханым кірдіңіз ба? Бүгінгі мастер-класстың атауы «Женщина королева». Бұл менің авторлық мастер-классым. Бұл жерде сіздермен неліктен королева, неге мен королева деп қойдым. Бұл королева болу, патшайым, патшайым болу, бұл статус емес, бұл сіздің жеңіл жүруіңіз, ішкі еркіндігіңіз. Бұл нәрсені бізге Алла тағала берген, бірақ біз оны белгілі бір себептермен ұмытып қалдық. Сондықтан осы нәрсені есімізге түсіріп, осы ішкі және сыртқы жеңілдікті қалыптастыру туралы мастер-класс болады. Менің есімім Алмагүл. Мен психолог, психотерапевтпін. Телесный психологпын. 6-7 жылға бара жатыр. Осы салада жұмыс істеп жатырмын. Бүгін сіздермен бірге 3 сағат бойы өзімізбен, ішкі күйімізбен және денемізбен жұмыс жасаймыз. Бүгін сіз өзіңіздің психикаңызды терең түкпірінде білмеген, көрмеген, бірақ әрдайым бір нәрсе болып жатыр ау деп сезініп жүрген нәрсені бүгін бетіне шығады. Осы нәрсені сіздермен прям осы эфирде, осы жерде практика жасап, өзіңіздің контакт с собой деп айтып жатамыз ғой қазір, өз-өзіңізді сезіну, өзіңізге сұрақ қою, өзіңіздің психикаңызды тану, мен кіммін, мен қандаймын деп жатқан сұрақтарға бүгін жасырып бір осы санаңыздың түкпірінде жатқан нәрселерді ашуға мен сіздерге көмектесемін. Сіздермен бірге контакты үйренеміз. Үйрену негізінде сіз өзіңізді басқа қырыңыздан танисыздар деп уәде беремін. Сондықтан бүгін дәл қазір өздеріңізді сезініп көріңіздер. Қандай сұрақпен келдіңіздер, дәл қазір бойымда не болып жатыр, не сезініп жатырмын деген сұрақтарды қазір өздеріңізге қойыңыздар. Осы эфир барысында уақыт өткен сайын практика жасап отырамыз. Және өз-өзіңізді ары қарай бақылап отырасыздар. Ал кеттік, дайын болсақ. Так, қыздар кірді қоя. Бүгін не болмақ? Бүгін не болады? Бүгін 3 дене практикасын жасаймыз. Бұл практикаларды осы жерде жасап үйреніп, күнделікті оларды үйде жасап жүресіздер және өз-өзіңізге жақындайсыздар. Екіншіден, королева картасын аласыздар, сіздің ішкі жеке навигаторыңыз. Және тағы бір білетін нәрсеңіз, өзіңіз туралы бір шындықты білесіз. Осы уақытқа дейін сіз өзіңізге ашылмаған, өзіңізге айтпаған бір слайд ауысты ма? Не? Ауыспады. Ауыспады ма? Так. Неге ауыспады екен? Қазір 1 минут. Енді ауысты ма? Ауысты, иә? Иә, бүгін не болады? Бүгін не болады? 3 дене практикасын маңызды зерттеу жасаймыз. Бүгін эфирдің бәрі сіз туралы. Неге мен ақылдымын, сұлумын, білімім бар? Неге мен осындай әйел бола тұра, ішімде бір бақытсыздық сезінемін? Үнемі бір уайым бар. Және осы нәрсе дене деңгейінде қалай қалыптасты, соны зерттейміз. Бұл уайымнан қалай арылуға болады, ішкі кеңістікті қалай кеңейтуге болады, және өз қалауымызбен еркін өмірді қалай сүреміз. Еркін әрі жеңіл өмір деп айтып жатамыз ғой.
оған қалай қол жеткізуге болады? Бүгін сол туралы, сіздер туралы, әркім өзі туралы бір шындықты білетін болады. Қыздар, естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Иә, иә. Аха. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Дене босаған кезде тағдыр да жеңілдейді. Көрініп тұр ма менің экраным? Иә, иә. Мгм. Так, сәл мына жер дұрыс болмай тұрған сияқты. Кім кірді? Талсұлу ханым, сіз кірдіңіз ба? Мгм. Бүгінгі ереже, бағана алдын ала ескерткем, дәптер мен қаламдарыңыз болу керек. Камераңызды қосып қойыңыздар. Иә, камераңызды қосып қойыңыз. Сөйлемейтін болсаңыз микрофоныңызды өшіре тұрыңыз. Телефонды былай қарай сіз бүкіл көрінетіндей болсаңыз жақсы болады. Және бүкіл назарыңызды өзіңізге бағыттаңыз. Біз бүгін сізді зерттейміз. Біз бүгін өзімізді түсінеміз, өзімізді байқаймыз. Әрқайсыларыңыздың көздеріңізді, иықтарыңызды, жалпы сіздердің денеңізде не болып отқанын мен көріп байқап отыруым керек. Сондықтан қосып қойсаңыздар жақсы болады, дұрыс болады. Сіздердің барлық запростарыңызға жауап бере алу үшін мен сіздерді көріп отыруым керек. Ары қарай кеттік. Ешкім кедергі жасамаса, ешкім кедергі жасамай, біз бүгін лекцияда болады. Лекцияда болады, практикада болады. Сондықтан сізге сондықтан мынандай пространство, кеңістік керек. Сол үшін жалғастырайық. Жалпы өзіңізге уақыт пен махаббатты қию бұл міндет. Әрқайсымыз өзімізге мән бермесек, өзімізге назар аудармасақ, Аллах бізді аманат қылып берді. Сондықтан бүгінгі осы 3 сағатты өзіңізге арнаңыз. Кеттік ары қарай. Бүгін сіздерге әркім өзін тану үшін бүгін сіздерге мен өзім туралы айтайын. Мен 16-15 жыл бойы қарыз, 50 миллион теңге қарыз менің мойнымда болды. Мен өзім деген күйде болдым. 10 жыл жалғыз басты ана болдым. Баламды бір өзім бақтым, бір өзім жасаймын. Мен өзім жетуім керек деп мен өте шаршаңқы күйде болдым. Тіпті депрессияға дейін, иә, мойныма жаңағы басқалар үшін жауапкершілікті алдым. Үйдің үлкені болғаннан кейін, әулеттің үлкені болғаннан кейін, осы әулеттегі барлық бала шағаға, бөлелеріме дейін бәрі үшін мен жауапты болдым. Біреуді оқыту керек, біреудің киімін киіндіру керек деген сияқты, басқа бүкіл нәрсенің бәрін, бүкіл ауыртпашылықтың бәрін өз мойныма іліп алдым. Біз деген үнемі солай жасаймыз ғой, иә? Біз қыздар, әйелдер мойнымызға барлық жауапкершілікті алып аламыз. Ой, ана баланы қалай оқыту керек деп әпкем айтса жақсы деймін. Иә, қол көтеріпсіз. Кім есіміңіз? Айта қойыңыз, не айтқыңыз келеді? Жалпы, егер сұрақ қойғыңыз келсе, қолыңызды көтеріп, микрофоныңызды қосып айта беріңіз, иә? Жалпы, осындай жағдайға өзімді қалай жеткіздім? Барлығы үшін жауапкершілік алдым. Мен бәрінің жағдайын жасауым керек, бәрін жеткізуім керек деп жүрдім.
соның арқасында бір үйге қарыз алып бергем, кредит. Сол қарызды жабумен қанша жыл уақытым кетті. Жалғыз басты ана болдым дедім, иә. Өзімді бұл кезде ең соңғы орынға қойып қойғам. Сондай шаршап, осы дәрежеге мен қалай жеттім деп бір күні мен ойландым. Ойландым. Содан кейін не болды? Өз-өзімен жұмысты бастап кеттім. Карантин басталды. Өзіңе уақыт бөлетін уақыт берілді. Офистағы жұмыс үйге ауысты. Үйде онлайн жұмыс жасау барысында өз-өзімен жұмыс жасай бастадым. Сол кезде как раз психотерапияны онлайн оқыту басталды. Психотерапияны оқи бастадым. Тұрмысқа шықтым сол жылы. Өз-өзіме назар аудара бастағаннан бастап мен тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін 3-4 жылдың ішінде сол 50 миллион қарыздан құтылдым. Жаңа мамандықты меңгердім. Иә, осы жаңа мамандықты, психотерапияны оқып бастап, оны бірден практикаға айландырып, осы оқыдым. Осы оқыған нәрсені жүзеге асыра бастадым. Өз-өзімен жұмыс жасап бастағаннан кейін, басқалар үшін жауапты болмай, жаңағы өз-өзіме назар аударғаннан кейін, маған тұрмысқа шығуға болады екен ғой деген өз-өзіме рұқсат алдым. 41 жаста тұрмысқа шықтым. 10 жасар балам болса да, баламен сол тұрмысқа шықтым. Ақтөбеде, бір жыл Ақтөбеде тұрдым. Өз-өзімен жұмыстанып, осы психотерапия бағытында осымен міне 6-7 жылға қарай баратыр. Жұмыс жасап жатырмын. Бүкіл өмірім 180 градусқа өзгерді. Өйткені мен фокусты өз-өзіме қойдым. Иә? Өзімнің мақсатыма, өзімнің қалауыма, маған қазір не керек, мен қалай жасай аламын осы нәрсені. Хочу емес, тек қана осыны қалаймын емес, осыған мен қалай жете аламын. Осыны мен қалай өзгерте аламын деп жұмыстана бастадым. Жалпы мен бұрын ойлайтынмын, мына марафондардың шегі бітеді ма? Мына психологпен қанша жыл жұмыс істеп жатырмын, әлі де жұмыс істей берем ба деп. Бірақ бір қызығы, мен телесный психологияға келдім. Денемен жұмыс жасауға. Иә? Денемен жұмыс жасап бастағанда, анау неше жыл, 3-4 жыл психологпен жұмыс жасаған нәрсе лезде әрекетке айнала бастады. Әрекет, ми тек қана дене қозғалған сайын, денемен жұмыс жасаған сайын, ми басқа жаққа, басқа бағытқа жұмыс жасай бастады. Бұл жердегі менің басты түсінгенім, иә, бәрін басынан бастауға ешқашан кеш емес. Тұрмысқа да шықтым, басқа жұмыспен де айналыса бастадым, иә. Мен өзіме сендім, Аллах әрине күш қуат берді, Аллах дал. Мен өз-өзіме рұқсат берген кезде, мен Аллахтан көбірек нәрсе сұрай бастадым. Және осыған жеттім. То есть ешқашан кеш емес. Енді қараңыздар, энергия қайда кетіп жатыр? Жалпы біздің энергиямыз қайда кетіп жатыр? Біз шаршаңқы боламыз. Иә? Шаршаңқы боламыз. Жаңағы жауапкершілікті, басқа біреу үшін жауапкершілікті алдық. Бәріне бақылау жасадық, иә? Ойбай, сөйту керек, ойбай, бүйту керек, былай бірінші оқыдым, сосын диплом алдым, сосын жұмысқа тұрдым, сосын қорғадым деген нәрселердің бәрі бар ғой, иә? Біз энергиядан жаратылғанбыз ғой, әйелдер. Жұмыстан, иә, үйге келген кезде күшіңіз жоқ, шаршап келесіз. Қайда кетеді? Балаларыңызға да шыдамсызсыз. Ренжисіз, қоя тұрыңдаршы деп. Жолдасыңызға сөйлесуге де, иә, шамаңыз келмейді. Шаршап келесіз. Неліктен? Өйткені бүкіл энергияны біз денеміздегі блоктарды ұстап тұруға, қорқыныштарды, өз-өзімізді түсінбеушілікті, жалпы осы нәрсені ұстап тұрған, біз бүкіл энергиямызды осы блоктарға бердік, денедегі. Кейде байқаймыз, ауырамыз, аяғымыз, басымыз, иә, бүкіл нәрсені осы денедегі блокта сақтап қалған екенбіз біз, бүкіл энергиямызды. Өз өміріңізді ұмытасыз, біреуді құтқарасыз.
жұрттың көзқарасы, ту анау не ойлап қалады, сөйтіп қоймайын ба, мынау не ойлап қалады, бүйтпейін ба деп бәріне жаққыңыз келеді. Іштей балаларыңызды уайымдайсыздар. Вот қазір қараңыздаршы, қазір қандай заман, балаларым не болады деп уайымдайсыздар ғой. Үнемі, иә, тревожный заман. Өткен шақты ойлайсыз, ой, кезінде сөйтсем ғой, кезінде бүйтсем ғой деп, иә. Кезінде сөйтсем, бүйтсем деген нәрсені қайта-қайта мысли-мешалка. Бұның бәрі, бұның бәрі біздің басымызда, біздің денемізге рұқсат бермейді ғой. Иә, солай ғой. Қалай болды, не істеп жатырмын, енді осы уақытқа дейін сіз қараңызшы, біз бәріміз осы уақытқа дейін кім үшін өмір сүрдік? Басқа біреулер үшін. Басқа біреу үшін өмір сүрдік. Басқа біреу үшін, басқа біреудің жағдайын жасадық. Дәл қазір енді әрқайсымыздың өзіміздің жағдайымызды ойлайтын уақыт келді ғой. Біреуіңіз 40-қа келдіңіз, біреуіңіз 60-қа келесіз, біреуіңіз бұйырса 35-те шығарсыз, 40-қа, 45-тен асқан шығарсыз, иә? Әрқайсыңыздың уақытыңыз дәл қазір. Дәл қазір өз-өзіңізді бірінші орынға қоясыз. Бала-шағаңыздың алдында сіз жауаптысыз. Бала-шағаңызды жақсы жағдайға, жақсы деңгейге жеткізу үшін мама бақытты болу керек. Оны күнде сіздер естіп жатқан шығарсыздар, иә? Мама бақытты болу керек деп. Мама қалай бақытты болатынын білмесе, онда не жасаймыз? Бүгін, бүгін осы қалай бақытты болуға болады, денемізді қалай босаңсытамыз, осы жалпы қараңызшы, денеңізде не болып жатыр? Неге біз үнемі шаршап жүреміз? Неге біз үнемі денеміз құрысып жүреді? Қалай ойлайсыздар? Не болып жатыр? Уайым қайдан шыға береді? Біздің денеміз жылдар бойы осы нәрсені жинап алған ғой. Жылдар бойы біз қорғанып жатырмыз деп ойладық. Жылдар бойы біз жақсы нәрсе жасап жатырмыз деп ойладық. Алайда ол бәрі ағып кетті, энергияңыздың бәрі. Біз не істедік? Қорықтық. Біз қорқамыз. Өйткені бізге сезінуді ешкім үйретпеді. Мысалы, мен жылап қалсам, ақылды қыздар жыламайды ғой дейді. Барлықтарыңызда да сондай болған шығар. Кішкентай бала кезімізде, жылаған кезде ақылды қыздар жыламайды ғой. Ұлдар жыламайды. Саған сезінуге болмайды деді. Иә? Немесе ашулансаң, ашуды ақыл жеңеді деп айтқан. Немесе ұят болады деп өсірді ғой бәрімізді. Сонда біздің сезімдеріміз бұғатталып қалды. Айтайын деген нәрсе мына жерге келді да тоқтап қалды. Көбімізде зоб, иә, щитовидка деген нәрседе көбімізде бір кінәрат бар. Тіпті ол жаңағы біздің экология болсын, басқа нәрсе болсын, бірақ осы нәрсе бәрімізде бар. Щитовидка. Қайсыларыңыз ашылып әңгіме айтып жылай аласыздар? Бар ма сондай адам арамызда? Қайсыларыңыз қорқынышым бар деп оны айта аласыздар? Дәл қазір мен осы нәрседен қорқып тұрмын деп айта аласыз ба? Ал біздің қорқыныштарымыздың бәрі біздің денемізде тұр. Иә? Қазір байқасаңыз, иығыңызды қараңызшы, иығыңыз қандай болып тұр? Иығыңыз бәрімізде анау остеохондроз деген бар ғой, иә? Бар ма остеохондроз? Остеохондроз бар. Қазір енді жақ сүйегіңізді қараңыз. Микрофондарыңыз қосып айта берсеңіздер болады. Жақтарыңызды қараңыздаршы. Сутулость. Сутулость дейді.
Жақтарыңызға қараңыз. Аха, аузыңызды кішкене ашыңыз. Аха, жақ сүйектеріңізге қараңызшы. Қысылып тұр ма? Қысылып тұр, иә? Біз көп нәрсе оқыдық. Көп нәрсе оқыдық, бәрін түсіндік, бірақ оны қалай шығарамыз? Білмейміз ғой. Оның бәрі денемізде қалды. Қазір прям денеңіздің жиырылып тұрғанын байқаңыздаршы. Тіпті қазір қалай тыныс алып жатырсыз? Тыныс алып жатсыз ба? Вдох, выдох бар ма? Аха. Қалай, не сезіндіңіз? Иә. Аха. Қазір аздап жақ сүйегіңізді ашып, иықтарыңызды кішкене босаңсытып отырып көріңіздерші. Мгм. Жақ сүйекті ашып, иықтарыңызды босаңсытып. Иә. Денеміз босаңсыған сайын біз өміріміздегі жаңағы неше түрлі нәрселерді байқай бастаймыз. Өйткені біз денемізді байқадық қой. Денеміздегі бір зажимге рұқсат бердік. Оны босаңсыттық. Егер біз үнемі тірі қалу, выживание режимінде болып жатсақ, тірі қалу режимінде, иә? Үнемі бір нәрсеге үлгеру керек, үнемі бір нәрсені жасап тастау керек, үнемі анаған жетпеді, мынаған жетпеді деп стресс болып жатса, дене қандай режимде? Дене выживаниеда. Дене выживаниеда болса, қайдағы бізге расслабление, қайдағы бізге басқа нәрсе, жаңа нәрсені үйрену, қайдағы бақыт? Біз бақытты сезіне алмаймыз. Жүйке жүйемізде ең бір нерв бар, блуждающий, иә? Өзінің аты айтып тұр, блуждающий. Осы нерв бізге сигнал береді екен біздің миымызға. Әр органға келген кезде осы органдағы напряжение болып жатқанын, мысалы асқазаныңыз түйіліп тұрса, ол бірден сөл бөліну, артық нәрсе бөліну деген сияқты нерв жүйесі, жаңағы нерв барып миға белгі береді екен. Біз оны осознавать етпейміз, бірақ психика деңгейінде ол осылай бір сіздің ренжіп қалуыңызға, ашуланып қалуыңызға, негативті эмоцияларды сезініп, оны тоқтата алмай қалуыңызға, үнемі сар уайымға салынуға ықпал етеді. Бұл қауіп режимі. Психика қауіп режимінде не істейді? Все время күресте болады. Күресе береді. Жаңағындай бақытты сезінуге, реализацияға, өз-өзіңнен ләззат алуға, жалпы осы өмірден рахаттануға мүмкіндік бермейді. Иә? Осындай сезім, осындай ойлар бар ма? Сондай нәрсе сезініп көрдіңіздер ме? Жалпы не болып жатыр денеңізге қазір? Қараңызшы. Қалайсыздар қазір? Не түсініп жатсыздар? Не болып жатыр? Қай режимде жүрсіздер? Босаңсу режимі ма? Әлде выживание режимі ма? Сіздерге қазір бір кейс айтып берейін. Жалпы үнемі бір клиентім келді, 15 жыл бойы ішкі сезім құлыптап, тек қана бәрін бақылауда ұстағысы келген келіншек келді. Ол айтады, мен бәрін бақылауда ұстауым керек. Ана балам қайда жүр, мына балам қайда жүр, не істеп жатыр, күйеуім не істеп жатыр, күйеуім қалай өмір сүру керек, балаларым қалай өмір сүру керек, мен соның бәрін бақылауда ұстауым керек. Мен ғана бұлардың бәріне жауаптымын. Мен осындай бір нәрсе болып қалса, менікі дұрыс емес. Бәріне жақсы қыз болып көрінуім керек. Бәрінің жағдайын жасауым керек, иә? Бірақ мен жоқпын. Мен өзімді сезінбеймін. Бәрін бір өзі жалғыз сүйреген.
жұмыс жасаған, біраз психологтармен жұмыс жасаған. Кейін дене терапия маған да келді. Біз де разговорныймен жұмыс жасадық. Кейін дене терапиясын жасаған кезде, денемен жұмыс жасау кезінде өз өзіне рұқсат беріп, прям ана рухнула. Тура жаңағы сезімге келген кезде өзінің әлсіздігін түсініп, тура жерге жатып айғайлап жылаған кезде бүкіл менің жаңағы қасында жүрген адамдар, жалпы осы кабинет арендада ғой, елдің бәрі шошып кетті. Не болып жатыр, не істедіңіз сіз ана кісіге дейді. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бұл кісі өзі осы нәрсені осы жерде ұстап келді да, осы мұң қайғы бүкіл контрольді мына жерде ұстап келді. Сонымен әлгі нәрсе шыққан кезде 1 сағат тоқтамай жылады ол кісі. Сіз өз өзіңізге қазір прям назар аударып қараңызшы. Өз өзіңізге әлсіз болуға, өз өзіңізге басқаның өмірін бақыламауға, басқалардың басқалардан мақұлдау күтпеуге дайынсыз ба? Иә? Осы жерде біреуіңіз жаздыңыздар ғой, иә? Бүкіл өмірімді балаларға арнаған екенмін. Бүкіл өмірімді балалардың, күйеуімнің жағдайын жасадым, жолдасым ауырды, оның жағдайын жасадым, ол кісінің жаңағы терпела. Мен терпела. Мысалы, мен жаңағы неше жыл бойы бір өзім сүйреп келдім, балам 10 жасқа келгенге дейін ешкімге рұқсат бермедім, бәрін өзім. Мен еркек болдым. Әлсіздігімді көрсетуге мүмкіндігім болмады. Иә, бұл нәрсені мен жаңағы телесін терапияға келгенде оны да мен сезініп, онымен жұмыс жасадым. Сол кезде ғана менің табысым артты. Сол кезде ғана мен басқа мүмкіндіктерді байқай бастадым. Енді қазір практика жасаймыз. Дұрыстап отырыңыздар. Арқаларыңызды сүйеуге мүмкіндік болатын болса, арқаңызды стенаға тіреңіз. Аяқтарыңыз, табандарыңыз жерде тұрсын. Егер жерде отырсаңыз, аяқтарыңызды созып отырыңыз. Айгүл, аяқты можно вытянуть. Аяқтарыңызды созыңыз. Тансұлу ханым, сіз қалай отырсыз? Кенже ханым, вот, аяқтарыңызды қойыңыздар. Енді терең тыныс аламыз. Кеудені толтырып тыныс алыңыздар. 4 секунд сақтап қаламыз. 1, 2, 3, 4. Сыртқа жібереміз. Енді 4 секунд ішке тартамыз. 7 секунд ұстаймыз. 8 секунд сыртқа жібереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Енді жібереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы бір рет өздеріңіз іштей санап қайталап жасаңыздар. Вдох, толтырамыз. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жібереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қалайсыздар? Не сезіндіңіздер? Қазір иықтарыңызды қараңыз. Жақ сүйегіңізді қараңыз. Микрофондарыңызды қосып айтыңыздар. Қазір денеңізде не сезіп жатырсыз? Дәл қазір. Денеңіз босаңсыды ма? Иә, Кенже ханым, микрофоныңызды қосыңыз. .
Бастарыңыз айланды ма? Мгм. Я, қалайсыз? Ең онша сезбедім. Аха. Дұрыс тыныс алмаған шығарсыз онда. Не сездіңіз? Мүлдем ештеңе сезбедіңіз ба? Жоқ. Аха. Қазір микрофонды қосып қойып, қайтадан тыныс алайық. Арқаңызды сүйеу керек. Мгм. А, Арқаңызды стенаға, қабырғаға сүйеңіз. Сүйемедіңіз ғой сіз. столға сүйеп тұрмын ғой. Орындығыңыз бар ма? Жақсы. Мгм. Аяғыңыз тұр, иә? Мгм. Табаныңыз тіреп тұрсыз. Терең тыныс алып, кеудені толтырыңыз. 7-ге дейін санаймын, ұстап тұрасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді ақырындап жібереміз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аха. Не болып жатыр қазір? Басыңыз айланды ма? Ұстап тұрып, сосын резко жібереміз ба? Тап 7-ге дейін ұстайсыз да, сосын до 8 прям. 8, 7, 1 деген кезде полностью бәрі деп шығарасыз. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Мгм. Тасыл ханым, қалайсыз? Кенже ханым, не болып жатыр? Ештеңе де өзгермеген сияқты. Не өзгерді? Ештеңе өзгермеді ма? Бірдеңе өзгереді, бірдеңе өзгеріс болады Жоқ. деп емес. Қазір денені сезінеміз. Ештеңе ойламаймыз. Тек қана денені сезінеміз. Қайтадан жасаймыз. Аха. Иықтарыңыз расслабились, да? Тасылхан, Мгм. сіздің иығыңыз әлі қатып тұр. Мгм. Кішкене вдох толтырамыз прям. Деп толтырыңыздар. Аха. Жақсы. Выдох. Енді 7 секунд ұстап тұрамыз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Енді ақырындап деп жібереміз, иә? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аха. Аха. Енді иықтарыңызды бос аңсытыңыздар. Аха. Қолдарыңызды былай сілкіп-сілкіп қойыңыздар. Выдох. Қолым талды менің. Аха. Қолым талған сияқтылап қалды. Қолыңыз талды, иә. Қолыңызды сіз былай емес, түгелімен сілкіңіз. Осылай бүкілмен. Аха. Иә. Тер шықты ма? Тер шығады, жақсы. Лимфа жүрді деген сөз. Лимфатический застой деп айтып жатады ғой. Егер терлесеңіз, жұтынсаңыз, жақсы Менің процесс болып жатыр. Мгм. менің кеудем бүйтіп толмайтын сияқты ауаға деген. Мгм. Енді Диафрагма, ана көк бауыр дейді ғой, диафрагма деген көк бауыр. Көк бауыр қабырғаға жабысып қалады. Өйткені біз дұрыс тыныс алмаған кезде көк бауыр жабысып қалады. Бұл жерде де жаңағы анау горевательный процесс бар, қорқыныш бар, бәрі басады ғой. Біздің денемізде 8 диафрагма бар. Олар бәрі әртүрлі тыныс алады да, насос сияқты. Бұл насос жаңағы фасция бір-біріне жабысып қалған, бір-бірін жібермей тұр. Сондықтан осы нәрсені ақырындап, осы практиканы күнде сіздерге тапсырма. Осы практиканы күнде таңертең жасау. Күнделікті жасау. Ерінбей күнделікті жасаймыз. Осы практиканы жасаған кезде енді иықтарыңызды қараңыз. Жаңа сіздің Кенже ханым қолыңыз талды. Талсұлу ханым сіздің жабысып қалғанын байқадыңыз. Иықтарыңызда да бір нәрсе болды, иә? Мгм. Енді жақ сүйекті қараңыздар. Жақ сүйек қалай болып тұр? Жаңа вдох, выдох жасаған кезде тісіңізді
Қысып алдыңыз ба, жоқ әлде бос ұстадыңыз ба? Бос. Бос, жақсы. Кейде біз бүйтіп, ана жас қыздарды байқайсыздар ма? Деп жүретін қыздар бар. Мгм. Кейде біз байқамай қаламыз, өзіміз солай жүреміз. Өстіп жүретін болсаңыз, сізде жақ сүйекте зажим бар. Мгм. Өзіміз байқамай кейде андай қылып деп жүреміз. Иә, осы нәрсені өз өзіңізде байқаңыз. Бұл анау тістеніп қалады дейді ғой қазақтар. Тістеніп қаламыз ғой. Бір нәрсені тіс жарма, үндеме деген нәрсе бар ғой. Бізге сол нәрсені айтқан ғой бала кезімізде. Ол нәрсе біздің денемізде сақталып қалды. Мама деп бақырып жылайын десең, қой тек, жамандықты шақырмай жылама, қой таста дейді ғой. Сол нәрсе ғой деп бізде қалып қалды. Сондықтан бізде мынау щитовидкада, жақ сүйекте, сосын басымызға қан айналымы дұрыс бармайды, басымыз ауырады. Басымыз ауырғаннан кейін біз бүкіл уайым осы баста ғой. Неге жаңа басында Кенже ханым сіз түк сезінбедіңіз? Өйткені сіз ойладыңыз да, біз бәріміз бірінші ойлаймыз. Ойлаймыз. Ал бізге денемен сезініп үйрену керек. Маңыздысы әрекетке, сіз өткенде айттыңыз ғой, бір әрекетке бару үшін не істеу керек, ақша шақыру үшін не істеу керек. Әрекетке бару үшін миды қозғалысқа келтіру керек. Миды қозғалысқа келтіру үшін денені қозғалысқа келтіру керек. Ары қарай кеттік. Бұл бірінші практика. Үйге тапсырма күнделікті таңертең немесе ұйықтар алдында 2 рет жасаңыз деп айтам негізі. Хотя бы соны 1 рет жасасаңыздар да, ол сіздерге пайдалы болады. Өзгеріс қиын емес, өзгеріс ол өзіңе деген үлкен махаббат. 1 аптаның ішінде осы блуждающий нервті біз тыныштандырамыз. Сіздің ауыратын органыңыздың қалай өзгергенін осы тыныс алу практикасы арқылы білуге болады. Жақсы. Үйге тапсырма осы. Ары қарай кеттік. Енді өткен жолы бәріңіз архетип бойынша тапсырдыңыздар, иә? Тест өттіңіздер ғой. Кім қандай архетип бойынша кім қандай әйел екен, өзін кім тапты архетипін. Осындай 5 архетип бар. Темір ханым, үнсіз ару, айна әйел, кенже ару немесе сезімтал жүрек. Жалпы, егер сіз бір нәрсені бақытты болуға, бір нәрсені бастауға кеш деп ойлайтын болсаңыз, өзіңіздің осы архетипіңізді қараңызшы. Сіздің архетипіңіз сіздің қазіргі күйіңіздің белгісі. Осы архетиптің барлық архетип бар, бірақ осының ішінде ең басымы әрқайсымызда біреу басым болады. Ол сіздің әрекетіңізді, сіздің қалай адамдармен қалай қарым-қатынас жасайтыныңыздың бәрінің көрсетіп тұр. Енді әрқайсысын жеке-жеке қарайық. Адиля, сіз бұл тесттен өттіңіз бе, өтпедіңіз бе? Айгүл, өттіңіз ғой, иә? Кім болдыңыз сіз? Ассалаумағалейкум. Жоқ, мен өтпедім. Все хорошо, сізге ссылка жіберем. Мен инстаграмыма архетип деп жазсаңыз, чат-боттар автоматически шығады. Кеттік. Жақсы, рахмет. Темір ханым. Мына жерден де білсеңіз болады. Қазір Темір ханым деген кім? Керемет, көшбасшы, мақсатқа жете біледі, жауапкершілік ала біледі, үлкен жобаларды басқаратын қабілеті бар. Бірақ, теневая сторона, бірақ мен істемесем бәрі құриды деген бір қорқыныш бар. Біз әлсіз болудан қорқамыз. Бірақ әлсіз болудан қорққанмен біз расында да біз негізі әлсізбіз ғой. Сондықтан біз іштей жалғызбыз. Бізге көмек керек, бірақ біз іштей жалғызбыз. Сондықтан қатып қалған, прям құрсып қалған. Жаңа Талсұлу ханым, сіз айттыңыз ғой, иә, жабысып қалған сияқты деп. Сол прям кәдімгідей панцирь.
ана тасбақаның тасы бар ғой, басып тұратын. Бізде де темір ханымдарда, жауынгер әйелдерде осындай панцирь бар. Келесі үнсіз ару, құрбан, жертва, иә? Біз жертва болуды өзіміз таңдап аламыз. Тіпті ол нәрсені балаларымызға үйретеміз, байқасаңыздар. Бір мектепте байқасаңыздар, мектепте бір жағдай болса, вот, менің баламды сөйтті, бүйтті деп, иә? Құрбан ретінде. Бұл жердегі үнсіз арудың күші дана, төзімділігі, жоғары эмпатиясы бар, айналасына тыныштық сыйлай алады және тыңдай алады. Бірақ өз қалауын айта алмайды, өйткені мен бәріне көмектесуім керек, менің ең соңғы. Шекарамызды бұзғыза береміз, басқалардікінде бұзып, бәріне көмектесуге жүгіреміз. Негізі айта алмағандықтан тамағында ком в горле болады, иә? Прям агрессиясын, ком в горле болады, сәйкесінше челюстьте зажим болады. Бұл ашуыңызды айта алмау. Бұлай болмайды, менің қалауым осы деп айта алмаймыз. Айта алмағандықтан біз өзіміздің ақшамызды өзіміз талап ете алмаймыз. Біз өзіміздің қалауымызды жеткізе алмаймыз. Иә деп бәріне көніп жүре береміз. Келесі, иә, сұрағыңыз бар ма? Айна әйел, сырттай прям мінсіз. Сұлу десеңіз, сұлу, өзін қоғамда күшті көрсетеді, иә, харизмасы мықты. Бірақ тек қана сол фасад, шынайы түрін ешкімге көрсете алмайды, өйткені өз-өзіне сенімсіз. Өзінің жаңағы самооценкасы төмен. Төмен болғандықтан тек қана прям фасадный, ал денесін ішінен сезбейді, тек қана осындай фасад болса, ешқандай сезімдерін, мен қазір не сезіп тұрмын, денемде не болып жатыр деген нәрсені, ішкі нәрсені сезінбеу. Келесі, бала әйел, жеңіл, кәдімгі девочка, иә? Девочка, бірақ жауапкершіліктен қашады. Өмірлік қиындық болса, тағы да қашады. Жалғыз қалсам өліп қалам деп ішкі үрей, и біз жаңағыдай созависимый қарым-қатынасқа кіріп кетеміз. Это ішкі қорқыныштан. Өзін тәнін, оның шынайы қалауларын сезінбейді. Ну, я девочка, вот прям кішкентай бөпені елестетіңіздерші. Даже сырт келбеті де, формасы да бәрі кішкентай қыздар сияқты. Өз-өзін, кішкентай бала өз-өзін түсіне ма? Түсінбейді. Сезімтал жүрек, уайымшыл әйел. Прям мама. Бұл мама. Қамқор. Интуициясы күшті. Адамдарды жүрегімен сезінеді. Үнемі мама сияқты, прям мамалар болады ғой. Көп, бұл жерде не? Көп гипербақылау, гиперконтроль. Мен бақыламасам, мынау бір нәрсеге ұрынады. Мазасыздық. Вот прям қазіргі тревожный әйелдер ғой. Иығыңыз қатып қалған, обязательно жүрек тұсы қысылған, прям солнечное сплетение дейді ғой, иә? Осы жерде қысым бар. Өткен жол кімнің походкасын разбор жасағанда кімде айттым, осы жерде қысылу бар деп. Иә? Осы нәрсе, және жаңағы иықтан басып тұрады да, бізде остеохондроз болады. Енді осы архетиптерге сәйкес сіздерге әркім өз архетипін біледі, сіздерге практика жасаймыз қазір. Жерге жатуға мүмкіндік бар ма? Айгуля, вы в машине, да? Нет, не в машине. Жерге жатуға мүмкіндік болса, прям жерге жатып, Мен жұмыстамын. Ау? Мүмкіндік жоқ па жерге жатуға? Мен жұмыстамын. Жұмыстасыз ба? Онда жаңа жерге аяғыңызды созыңыз, арқаңызды тіреңіз, иә? Мына бел омыртқаңыз
стенаға тиіп тұру керек. Аха, аха. Мгм. Арқаңызды сүйеңіз, көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Терең дем аламыз. Енді аяғымыздың ұшынан бастап сезіне бастаймыз. Саусақтарыңыздың ұшынан оң аяғыңыздың саусақтары, сол аяғыңыздың саусақтары, табаныңыз, өкшеңіз, балтырыңыз. Ақырындап вдох, выдох ұмытпаймыз, я вдох, выдохты ұмытпаймыз. Тізеңіз. Дұрыстап тыныс аламыз. Тізеңіз. Екі саныңыз. Вдох, выдох. Ішіңіз. Қазір ішіңізді бос ұстаңыз. Аяқтарыңыздың арасын ашыңыз да. Бос жіберіңіз ішіңізді. Аха. Анус дейміз. Қысып жатқанды жібереміз. Ақырындап жібереміз. Вдох, выдох. Астымызды босаңсытамыз. Вдох, выдох жасаған кезде, тыныс алған кезде ішімізді, вдох ішімізді үрлейміз, выдох ішімізді жинаймыз. Аха. Енді жаңағыдай кеудемізбен тыныс аламыз, диафрагманы тағы босатамыз. Диафрагманы. Біреуіңіздің тамағыңызды бұрлап жөтелгіңіз келсе, жөтеліңіздер. Аха. Келіп қалған нәрсені жібермейміз. Мүмкін кекіресіз, мүмкін бір нәрселер келеді, соның бәрін шығарамыз. Жүрек тұсыңызға келдік. Жүрегіңізді тыңдаңызшы. Тамағымызға келдік. Тамағымыз, иә. Тамағымыз. Тамағымыз. Ауызды ашып. Выдох. 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 Жақ сүйекке келдік. Жақ сүйекке. Жақ сүйекті. Жақ сүйекті босату үшін аузымызды ашамыз кішкене. Тыныс аламыз дұрыстап. Енді көзіңіз жұмулы күйінде көзіңізді оңнан солға қарай ақырындап оңға қараймыз, солға қараймыз. Оңға, солға. Оңға, солға. Енді жоғары төмен көзімізбен. Жоғары, төмен. Жоғары, төмен. Выдох. Я. Выдох. Қазір қолдарыңызға қараңыз. Қолдарыңызды, саусақтарыңызды қозғалтып көріңіз.
қаншалықты тырыстырып алдыңыз? Мгм. Босаңсытыңыз. 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 Выдох. Мгм. Мгм. Иә, Кенже ханым, қалайсыз? Терледім. Аха, жақсы. Есінедім сосын. Есінедіңіз, отлично. Тағы қыздар, кімде не болып жатыр? Кеш шықты. Мгм. Қай жеріңізге келгенде сезіне алмадыңыз? Денеңіздің қай жерін сезіне алмадыңыз? Тамақ. Мгм. Тамағыңызға келгенде. Мгм. Менің асқазан тұсым ауырып ма білмеймін. Аха, вот, асқазан тұсыңыз. Сіз жаңа диафрагманы айттыңыз ғой. Осы жерде, М, осы жерде бір түйін тұр. Түйін тұр. Осы Иә. жұмыс жасау керек. Ашулансам осы түйін ақтаныма. Мгм, мгм. Осы жерде түйін тұр. Мгм. Айгүлі, олай атып тұрмаймыз, қыздар, атып тұрмаймыз. Қараңызшы, как вы, қалай біз өзімізді өзіміз жұлып алдық, Жерде жатырмыз, сейчас на бочок. На бочок. На бочок, аха. На бочок. Попу назад. Попу назад. Голова в последнюю очередь. Ақырындап тұрған кезде басыңыз жұлып алдыңыз тағы да. Жаймен тұрамыз, жаймен. Басымызды жұлып алып жүгіреміз ғой. Кенже ханым, сізді көрмей тұрмыз, біз видеоңыз қайда? Адиля, сіз видео қоспайсыз ба? Диктофон қостым ғой. Аха, Дауысым шықпай қалып жатыр ғой видеодан. Мен маманың жұмысында отырып едім, сол адамдар қоса алмайсыз ба? туда-сюда келіп кетіп жатыр. Аха. Иә. Процесс идет же, чувствуете же, сезіп жатсыз ғой, иә? Жоқ, әлде жасай алмай жатсыз ба, Адиля, сіз? Мен жасай алмай жатырмын. Мен де адамды шығарып салып енді отырдым, шыны керек. Түсінікті, жақсы. Мгм. Мен отырған сіздің позаңызды жасап жатырмын. Максимально тырысып жатырмын. Анда болады ғой, қазір қосайын. Жақсы. Аха. Аха. Енді кім нені сезді? Вот асқазанды сездіңіз, Талсұлу ханым. Айгүля, сізде не болды? Менде постоянно табаным қызады. М, Соған ол кетпейді на всю жизнь. Почему? Почему вы так думаете? Сол временами былай қызады. Ну, күндіз нормально, обычно ұйықтардың алдында басталады. Сосын негізі менде постоянно жаңағы бір нем бар, қазір болып жатқан тоже насчет тела. Сонда бүгін таңертең болған еді ғой, оның сабағы таңертеңда. Сонда тоже қызып шықты, бүткіл сол 3 сағат бойына қызып шықты. М, Табаныңыз, Ол иә? Мгм. Кенже ханым, табан сіз табан. терледіңіз. Терледіңіз және не болды дедіңіз, Кенже ханым? Тамағым дедіңіз. Енді Сезінбедім. Табаным қызды менің де. аха, Ысыды. табаныңыз ысыды. Жақсы. Енді осы әрқайсыңыз өзіңіздікін сездіңіз ғой. Қазір Талсұлу ханым, сіз мына жерге қоясыз қолыңызды. Мгм. Айгуля, табаныңызды прям ногу взять вот так вот и прям массировать. Видите, да? Ага. Стопу на себя, стопу на себя. Прям, как показать? Вот. Стопа на себя. Ага, ага. Попу расслабили, стопа на себя. Кенже ханым, сіз де осыны жасасаңыз болады. Иә, істеп жатырмын. Мгм. Адиля, глаза. Глаза. Прям,
Можно глаза закрыть и в круговую, акырындап в круговую. И дышать. И дышать. Мгм. Вдох, выдох. Круговой прям көзіңізді жұмып алып, оңнан солға қарай. Мгм. Круговой жасалмаймын ше. Вот, прям сіздің практикаңыз ол. Сізге жасау керек сол нәрсені. Мгм. Круговой жасап көріңіз. Давайте. Круговую. Прям сіздерге Ол не круговой? Басыңды айландырасыз. айналдырып жүр. Оңнан солға қарай, оңнан солға, жоғары, төмен айландырасыз. Мгм. 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 Менің дауысым естіліп тұр ма микрофон? Я, естіліп тұр. Менің головокружение болып отыр. Головокружение болады. Дышим, дышим. Дышим. Ага. Дышим. Мгм. Мгм. Аха, Айгүля, Кенже ханым, аяқтарыңыз қалай? Мгм. Әделе қазір көзді қатты ашамыз. Қатты ашамыз. Қатты ашамыз. Мгм. Бәріміз де көзімізді қатты ашайық. Прям қатты. Аха. Көзімізді қатты ашамыз. И тілімізді шығарамыз. Ал, көзімізді қатты ашып, тілімізді шығарамыз. Аха, осыны жасаңыздар. Аха, дышим, дышим. Орамалым ыңғайсыз мен. Мгм. Оған жасаған. Мгм. Жақтарыңыз ауырды ма? Иә. Мгм. Жақтарыңыз ауырады. Осы жасаған практикаларды кімге қайсысы ыңғайлы, соны үй тапсырмасы, соны жасайсыздар. Кімге қайсысы ұнады? Тасылу ханым, сіз қалайсыз? Терледім мен. Мгм. Терледіңіз. Мына жердегі түйінді ақырында бос аңыстыққан кезде лимфатическая система дейміз. Иә, лимфаның қозғалуы реттелу керек. Сізде ол жерде түйін тұр. Иә. Психикада бізде ол қалай болады? Ол стресспен байланысты. Стресстік жағдай болғандықтан ол бәрі сол жерге түйіліп қалады. Оны ақырында босаңсытқаннан кейін көзіңіз де ашылады. Жаңа мүмкіндіктерді де көресіз. Ойыңызды, жаңағы уайым ойыңызды өзгереді. Терлеу өте күшті көрсеткіш. Ары қарай кеттік. Қалайсыздар жалпы? Не сезініп жатсыздар? Королева деген бұл біздің ішкі эталонымыз. Архетип, жеке архетип емес, бұл бүкіл архетиптің жиынтығы. Жаңа айттық қой, иә? Бұның бәрі бізде бар. Оның бәрі орынды. Аха, кім жөтеліп жатқан? Мен ғой. Мгм. Жөтел келсе шығарып тастау керек, жөтеліп. Жақсы ма? Жаңағы терлегеніңіз, лимфа қозғалып, бүкіл бәрі шығып кету керек. Тұрып қалған нәрселер
шығарып тастау керекпіз. Келіп қалған кезде соны шығарып тастау өте міндетті. Темір ханымның күші бар, бірақ жұмсақ. Үнсіз арудың нәзіктігі бар, бірақ өз дауысы бар. Бұл королева. Біз королева ретінде біздің 5 сферамыз, иә? Ер азаматпен қарым-қатынаста таңдайды, сүйеді, бірақ өз-өзін жоғалтып, прям баспен кіріп кетпейді. Отбасында бар, тек робот емес, үй жинайтын робот немесе қызметші емес, өзінің бөлек орны бар адам. Ақшасында өзінің құнын біледі, ақшаны еркін табады, жолдасынан сұрай алады, бала-шағасына міндетсінбейді да. Жеңіл деген нәрсе ол бүйтіп жатып алып табу емес, бұл сіздің ішкі өз-өзіңізге берген рұқсатыңыз. Денеңізде, королеваның денесі қандай? Ол өз-өзін толық сезінеді. Блоктары жоқ, блоктары аз, жүрісі жеңіл, еркін тыныс алады. Өзімен ешқандай маскасыз жақсы әйел, керемет маман болу деген, елдің бәріне көмектесу деген маска болмайды да. Шынайы түрде болады. Бұл королеваның сипаттары. Енді қараңыз, неліктен дене? Жаңа басында да айттым, ми, басымыз түсінеді, дене есінде сақтайды. Жалпы психологиялық травмалар, күйзелістердің 80% біздің бұлшық еттерімізде мышечный тонус, мышечный панцирь болып сақталып қалған. Жаңағы асқазан түйілген, ауызды ашып айта алмау, мына жердегі ком в горле деген нәрселер, иә? Нейробиологияның заңы бойынша жалпыда денедегі құрысулар ескі реакциялардан және жаңағы ескі реакциялар дене деңгейінде өзгермейінше олар психикада автоматты түрде болады. Еще мынандай бір нейробиологияның мынандай бір заңдары бар да. Негізінен кітап оқу, коучқа бару, жаңағы мимен жұмыс жасау, бұл басты емдеу, бұл уақытша жеңілдік болады да. Бірақ басыңыз түсінгенмен қорқыныш денеде тұр ғой, денеде блок болып қалып қояды. Замри болды, сіз қорқтыңыз және дыр деп тоқтап қалдыңыз. Ары қарай барғыңыз келмейді, қорқасыз. То есть тело не пускает, иә? Жалпы осы денедегі бұлшық еттегі қысылып қалулар бізді ары қарай жібермейді. Тіпті жаңа телесный практикаға келгенде қыздар мен ұстап тұрам, бірақ алға сондай қатты замок емес, бірақ алға жүре алмайды да. Менің рилстарымнан көрген шығарсыздар, иә? Бір жүре алмай, сондай бір алға баса алмай тұрады. Өйткені бізде замри деген реакция бар қорқыныштан. Сондықтан андай толық циклді әрекет жасамайды, өтіріктен фасадный әрекет жасайды. Сондықтан оған біз жете алмаймыз. Нақты бір мақсатқа, ақшаға, қарым-қатынастағы ретке келуге, мысалы, жұмыстағы конфликт неге сондай бола береді? Неге біз қазақтар айтады ғой, бұға берсең, сұға берсең, бұға береді деген. Бұға береміз, көне береміз. Өйткені біздің денемізде ауырлық бар, энергия жоқ. Иә? Сондықтан белгілі бір уақыт бойы біздің жаңағы миымыз бірінші қадамды біз өзіміз ойлаймыз ғой, қазір біз автоматты түрде емес, ойланып осознанно қадам жасадық деп. Бірақ біздің миымыз ол давно сіз жасадым дегеннен бұрын миыңыз уже бірінші қадамды ойлап қойған. Вот, да, сізге еще сендіреді, сіз анализ жасап осылай жасадыңыз деп. Сондықтан бірінші қадам емес, біз екінші қадамды ойлауымыз керек. Миды алдау үшін біз екінші қадамды ойлауымыз керек, және оны дене арқылы жасауымыз керек. Дене арқылы жұмыс жасауымыз керек. Иә? Енді денедегі терең блокты қозғалту үшін біз не жасаймыз? Бұл жерде блокты босату үшін мен сіздерге жалпы блуждающий нерв туралы айта бастадым ғой, иә? Блуждающий нервті тоқтату үшін, оның жүру картасын білу үшін қазір біз осы практикаларды жасаймыз. Қазір тұрамыз,
Так, мен де реттеп алайын. Тұрамыз. Мгм. Тұрамыз. Тұрамыз да. Мгм. Так, тұрамыз. Так, мен мына жерге реттеліп алайын. Аха. Видеомды дұрыстап алайын сіздерге. Тұрып, прям осылай тұрасыздар да. Біздің еңкеюімізді еңкейіп көреміз. Аха, қазір вдох, выдох дейміз да еңкейеміз. Аха. Еңкейдіңіз. Аха, выдох, еңкейеміз. Сосын оңға, солға қозғаламыз. Оңға, солға қозғаламыз. Аха, жасаймыз. Вдох, выдох, еңкейеміз. Оңға, солға қозғаламыз. Қозғалыс жасаймыз. Мгм. Мгм. Тұрамыз. Аха, не болып жатыр? Вдох, выдох. Не сезініп жатсыздар денеде қазір? арт жағы ауырды. Аха, омыртқа, иә? Енді осылай тұрамыз да. Аха. Тұрамыз да. Қаншалықты артқа біз бұрыла аламыз. Осыны тексереміз. Мгм. Выдох. Қаншалықты біз Аха. Қаншалықты артқа аяғымызды кішкене ашыңқырап қоямыз, иә? Мгм. Выдох. Аха. Енді иықты тексереміз. Иықты тексереміз. 1, 2, 3. Шынтағымыз бүгулі. 1, 2, 3. Аха. Не сезіндіңіздер қазір? Иықтарыңыз ашыды ма? Қозғалыс оңай ма? Ыңғайсыз ба? Қалай болып жатыр? Екінші жаққа тура солай. 1, 2, 3. Аха. 1, 2, 3. Енді екі қолмен осы жерде, дәл осы жерде ішті босату, жақ сүйекті босату, дұрыс тыныс алуды ұмытпаймыз. 1. Қарап тұрыңыздар, иықтарыңыз көтеріп кеткен жоқ па? Құлағыңызға жақындап, соны қараңыз. 2, 3. Аха. 1, 2, 3. Аха. Тыныс алуды ұмытпадыңыздар ма? Тыныс алуды ұмытпадыңыз ба? Мен бәрін ұмыттым. Қай жеріңізде ауырсыну сезіндіңіз? Босата алмаймыз, иығымыз бірге көтеріліп кете бере ме, ішімізді босатамыз. Аха. Ішіңді босатсаң, иығың көтеріліп кетеді. Иығыңды босатсаң, басқа жерің қысылып қалады, дұрыс па? Аха. Кенже ханым, мындай Жүрек айну болды. Нормальный. нормально. Жүрек айну. Жүрегім айнап жатыр, білмеймін не екен. Может, Мгм. шаршағандықтан. Жүрегің босатса, то есть чувства поднимаются в любом случае. Стресс бар шығар, шаршау бар шығар, иә? Қазір, честно, мына сабақта әрең отырмын. Сыртқа шығып жүріп келгім келіп тұр. Наушникпен сыртқа шығыңыз.
сөйтемін ғой деймін бір кабинетте бағанадан бері жүріп біраз отырып қалдым да. Аха, қалай болып жатыр? Аман Талшоқыр апам қалай? сосын сіздің айтқандарыңызды істеп жүрмін ғой. Ана бағана резко тұрып кетпе дейсіз ғой. Жаңа бағана бір кісіге айтып отқан кезде есіме Иә. түсіп кетті. Солай тұрып жүрмін мен әлі де. Резко. Ну вот. Жоқ, резко тұрмаймын. Бір Жай. жағыма қарап, қапталдап, сосын жамбасын көтеріп, сосын барып тұрып Ага, все, машаллах, жақсы. Алхамдулилля. Соған үйрендім. Аха, жақсы. Кенже ханым не болып жатыр? Иығыңыз ауырды ма, мойныңыз? Иә. Аха, Қолым мойныңыз ауырса, келесі талмады. жаттығу, бәрімізде келесі жаттығу жоқ деп айтамыз. Жоқ. Жоқ, прям дауыстап жоқ деп айту керекпіз. Жоқ. 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 Көзді ашып. Жоқ. 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 Аха. Жоқ. Енді иықтарымызды босатып кішкене былай жасаймыз. Сілкіп аламыз да. Енді бәріміз бірге иә дейміз. Балаларыңызға да жасатыңыз, Айгүл, иә. Иә. Аха. Басты қатты лақтырмаймыз. Жаймен. Бүкіл мойын омыртқамыздың созылғанын сезінеміз. Иә. Иә. Сөзбен айтамыз. Иә. Иә. Мгм. Иә. Мгм. Иә. Мгм. Иә. Иә. Мгм. Қазір бір эмоциялар, сезімдер шығуы мүмкін. Жаңа Адиля айтты ғой. Жүрегім айнып жатыр деп, иә. Бұл опять-таки жұтылған эмоциялардың сыртқа шығу әдісі болуы мүмкін. Қазір иә деген кезде, жоқ деген кезде қандай сезім болды сіздерде? Не сезіндіңіздер? Жоқ деген сөзді айтып үйрену. Күшті, иә. Жоқ деген сөзді жиі айтасыз ба? Өзіңізге. Өзіңізге жоқ деген сөзді жиі айтасыз ба? Жоқ. Айтпаймын. Бірақ біреу бір нәрсе сұрап келген кезде жоқ деп айтуды үйрену керек. Аха. Иә деп қоя беремін. Иә деп қоя бересіз. Аха. Жақсы. Осыны түсінгеніңіз жақсы. Мгм. Бұл нәрселерді де сіздерге үйге тапсырма. Осы дене практикасын иә жоқ деген нәрсені айтып үйрену. Енді менің сіздерге бүгін айтатын нәрсем 12 апталық Міне, біз бүгін қазір жасаған нәрсеміз ол королеваның ішкі состояниесін сезіну. Жеңілдік босаңсу, иә? Менің сіздерге бүгін ұсынатыным осындай жеңіл, жақсы шешім қабылдайтын, денсаулығын ойлайтын, өз-өзіне рұқсат беретін королевалардың тобын ұсынамын. Жалпы бұл топта 12 апталық кездесу. Дене қазір қараңызшы, денеңізге кішкентай ғана жеңілдік сезінсеңіз, өз-өзіңіздің қазіргі басында тексеріңізші өзіңізді дедім ғой. Қазір қараңызшы, денеңізде не болып жатыр? Өз-өзіңізді қалай сезініп жатырсыз? Иә? Жеңілдік. Жеңілдік бар. Дененің реакцияларын сезіндіңіз, иә? Осы мастер-класста кішкентай ғана жеңілдік сезінсеңіз, осы нәрсенің бәрін біз 12 аптада жүйелі түрде жасасақ, сіздің қандай нәтижелеріңіз болады? Иә? Бұл жерде бұл бағдарлама сіздің поэтапно осы жеңілдікке жету, табысты таба білу, мақсатқа жету, өз-өзіңізге рұқсат беру, стресс болса стресстен шығу, және одан ары қарай келесі кезеңге, иә?
сондай күшті расслабленный әже, расслабленный әйел, ханшайым, патшайым болу үшін осы практикаларды біз 12 кездесу сайын жаңа жолды көресіз. Иә? Неге 12 кездесу? Неге топтық орта? Мидағы нейропластика заңы, иә? 12 кездесуде нейробиологияда біз нейробиологияны өзгертеміз. Өткенде айттым ғой, чат GPT нейросеть болатын болса, біздің миымыздың негізінде жасалған, күнде жаңа бағыт бағдар аласыздар, күнде жаңа нәрсе жасайсыздар, соған байланысты мидағы өзгерістер сол кезде пайда бола бастайды. 12 апта ол 90 күн. Жаңа реакцияны біз денемізге, миымызға сіңіру үшін 90 күннің ішінде 12 аптада осы нәрсені жасаймыз, жаңа нейрондар қалыптасады. Ал неге топпен пайдалы? Өйткені міне қазір бәріміз бір-бірімізден не алдық? Талсұлу ханымда мынандай болып жатқанын түсіндік. Айгуляда тағы бір нәрсе, Кенже ханымда, Адиляда болып жатқан нәрселерді біз менде ол қалай деп сканер жасадық. Иә? Королевская группа бұл жай чат емес, бұл жерде сабақ та емес. Бұл жердегі жаңағы орта. Бір-біріңізбен бөлісетін, практикалар жасайтын, адамның күні адаммен дейміз, бірақ біздер әйелдер бір-бірімізбен үнемі ашық, жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек. Бір-бірімізбен энергия алмасу арқылы біздің күшіміз, энергиямыз көбейеді. Сондықтан, және сіз басқалармен, біз травманы басқамен қарым-қатынаста алғанбыз. Сондықтан, басқалармен қарым-қатынаста өзгеріске де, травмадан құтылуға да, жеңілдеуге де басқалармен қарым-қатынас арқылы аламыз. Бұл жерде, бұл королевский группа, терапиялық королевская группа деп аталады. Онлайн және офлайн бар. Онлайн 12 кездесу, 350 мың теңге. Оны бөліп төлесеңіздер де болады, жеке осылай төлесеңіздер де болады. Офлайн тариф 500 мың теңге. Жалпы, егер ары қарай өз-өзіңізбен жұмыс жасағыңыз келсе, өзгерісті қаласаңыздар, бұл өте қазіргі кезде, қазіргі таңда өте ең арзан, ең өзіңізге жақын, ең жылдам әдістің бірі. Екі түрлі форматта айттым, екеуінде де 12 кездесу болады. Бұл жерде мен үшін ең маңыздысы сіздің нәтижеңіз. Біздің бүгінгі жаңағы 2-3 сағаттың ішіндегі алған нәтижеңіз қандай? Соны сіз ары қарай толықтырасыз. Күнделікті қайталап тұрсаңыз, жасап тұрсаңыз, сіздің энергияңыз да көбейеді. Андай көп уайымдап, уайымға салынбай жасау. Біздің проблемамыз, қазіргі кездің проблемасы өте көп уайым. Өте көп уайымдаймыз, бірақ жұмыс жасамаймыз. Сондықтан осы топқа шақырамын сіздерді. Бұның негізгі құндылықтары сіздің жеке жоспарыңыз болады. Сіздің архетипіңізге байланысты 12 апталық жоспар. Апта сайынғы жеке, сіздің денеңізге байланысты жеке денелік жаттығулар беріледі. Дене күнделігі, күніне 2 минуттық денеңізді сезіну практикасы беріліп отырады. Прям трекер, әр аптада 4 архетипіңіз қалай өзгеріп жатыр, соны бақылап отырамыз. Өзіңіздің бади дейміз, серіктесіңіз болады. Топта өзіңіздің серіктесіңізбен жұмыс жасайсыз. Топтан бөлек жеке өздеріңіз сөйлесіп, 5 скан, до, после деген 5 скан болады, және өзіңіздің жеке басты құжатыңыз болады. Ең құнды нәрселер осылар. Кімге арналған? Бәрін өзім сүйремін деп шаршаған, қарым-қатынаста не дұрыс емес екенін сезім жүргендерге, осыдан артыққа лайықпын ғой, неге мен жете алмаймын, неге бәрінде бар деп ойлайтындарға, оқыдым, білемін, бірақ өміріме оны енгізе алмадым, неге мен өмірім өзгермейді деген адамдарға бұл бағдарлама арналған. Өткен жолы қайсыңыз айтыңыздар? Мен неше оқыдым, бірақ әлі ол нәрсені жүзеге асыра алмай жатырмын. Егер
осы сипаттардан өзіңізді көрген болсаңыз, онда келіңіз бұл группаға, бұл топқа келіңіз, королевский топ. Қазір қараңыздар, тек бүгін. Егер осы топқа тіркелем десеңіздер, бұндай бонустар бар сіздерге. Таңертең денені разблокировка жасайтын жаттығулар беріледі. Таңғы ритуалдар, видео жаттығулар беріледі сізге. Екінші бонус жеке терапиялық сессия. Группада айта алмасаңыз, топта айта алмасаңыз, менімен жеке тағы бір сессия болады. Сонда сізде барлығы 13 сессия болады. Енді ішкі қорқынышымыз бәрімізде өте көп. Уайымдарымыз көп. Ертең жасаймын деген мидың алдауын жақсы түсінемін. Бірақ ертең деген сөз ол өзіңді алдау, ешқашан жасамаймын деген сөз. Сіз осы күнге дейін қанша курс алдыңыз, қанша адамның әңгімесін тыңдадыңыз, қанша подкаст тыңдадыңыз, бірақ сіз әлі де шаршаңқы болсаңыз, әлі де сіздің мотивацияңыз сізді алға итермелемесе, әлі де сізде выгорание болатын болса, онда бұл бағдарлама сізге арналған. Өйткені бір топтық сессияда, сіз бір топтық сессияда неше адам бар, сол адамның барлығының сіздегі бар запросыңызды жабасыз. Тек сіз, мен, жеке терапия болады, және осы топта жұмыс жасаймыз. Жалпы осындай нәрселер, шешімді тезірек қабылдаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Нақты өзіңіздегі бір сұрағыңыз болса, қойсаңыздар болады. Бүгінге осындай қараңыздар, 3 практика жасадық. 3 практикадан да сіз өзіңіз туралы білдіңіз. Өзіңіздегі блокты білдіңіз, зажимды. Сол зажиммен қалай жұмыс істеу керек екенін тағы да біз 20 минуттық, 40 минуттық сессияда кездесеміз. Жеке карта жасаймыз сіздерге, бизнес-кан әр точкаңыз бойынша. Және осы эфирден кейін сіздерге королева картасын жіберем. Оны тағы да өздеріңіз көресіздер. Жалпы қалай жағдайларыңыз қазір? Нақты қазіргі сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Қазір жағдайларыңыз қалай? Не сезініп жатсыздар? Денемен 1,5 сағат бойы денемен жұмыс жасап жатырмыз. Қалай? Ой азайып, денеде тағы бір идеялар пайда болды ма? Денедегі жеңілдік қалай болып жатыр? Қалайсыздар? Талсұлу ханым қалайсыз? Кенже ханым, Айгүл, сіз қалайсыз? Не болып жатыр? Алдындағыдай емес, кішкене жеңілмін бәлкім. Кеуде тұсыңыз? Арқаңыз қалай? Кенже ханым, сіз қалайсыз? Сіз бір жазғаныңызда холка туралы айтқансыз, Қолқан бар ғой менде. Холка бар дедіңіз, Иә. Оған не жасадыңыз? Бүгінгі практикалардың қайсысы? Жаттығу жасаймын. Бүгінгі жасаған жаттығулардың қайсысын? Мойынға арналған жасаймын. Осыны жасаймын, мынандай жасаймын. Мынандай жаттығулар жасаймын. Күшірейіп жатқан сияқты бір шетінен. Жаттығуларды жаңағы жоқ деген, деген жаттығу болды ғой. Деген жаттығуды қайталап жасасаңыз, бұл өте пайдалы практика сізге. Келесіне деген жаңа осы ма, денемен жұмыс па? Денемен жұмыс,
денемен жұмыс біздің жаңағы психика осы жерге сақтап қалды ғой, мына жерге, денеге, иә, бұлшық еттерге, біреуіңіздің тамағыңызға, сізде мысалы иық пен холка болды, иә? Мгм. Иық пен холка болды. Соның бәрі нақты бір сіздегі, ішіңіздегі бір психикадағы процестердің сақталып қалуы ғой. Оны біз жаңа группада зерттейміз, қараймыз, одан кейін онымен жұмыс жасаймыз. Нақты қаны кетірумен емес, сіздің психикаңыз ол жерге нені жинақтап қалды. Сол нәрсемен жұмыс істей бастаған кезде сіздің жаңағы денеңіз разблокировка жасалады, холкаңызға жасайтын жаттығуларыңыз пайдасы көбірек болады. Тиімдірек Мгм. болады да. Иә. Сол денедегі сол нақты, мысалы жаңағы диафрагмалар бар ғой, бір-біріне жабысып қалған болса, ол бізге ары қарай дамуға, ары қарай өзімізді сезінуге, жалпы жақсы сезінуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан біз оны босаңсытуымыз керек. М. Мойным жар бермейді дейді ғой. Қазақтар айтады ғой, иә? Мойын неге жар бермейді? Өйткені бізде бір қорқыныш бар. Жалқаулық та бар ғой, иә. Аха. Неге біз жалқаумыз? Істегіміз келмейді оны. Өйткені істесек не болады? Шаршап қаламыз дейміз. Шаршап қаласыз. Одан басқа ішімізде көп қорқыныш бар. Мгм. Тіпті мидың жаңағы қулығы сан алуанда 1000 түрлі, миллион түрлі да, неше түрлі айласы бар. Ой, сен шаршап қаласың ғой дейді ми. Иә? Шаршап М. қалудың артында сен өліп қаласың деген ойы болады мидың. Тағы да қандай ойлары болады, соның бәрін зерттейміз. Ол ойды әрекетпен кетіреміз. Денедегі нақты қай жерде түйін бар, соған бағыттап жұмыс жасап, оны кетіреміз. Енді сіздерге үйге тапсырма. Аптасына 3 рет. Душтан шыққан кезде, немесе шаршап келген кезде сілкіну практикасын жасаймыз. Жерге жатыңыздар. Қазір арқамен Тасыл ханым, сіз көріп алыңыз, иә? Содан кейін кешкісін жасайсыз. Арқамен жерге жатасыз, қол аяғыңызды көтересіз де сілкейсіз. Білесіздер ме сондай практиканы? Иә. Аяққа бүйтіп. Иә. Тура арқамен жатасыз да, қол аяғыңызды көтеріп сілкейсіз, прям сілкінесіз. Иә. Білемін. Иә. Аха. Бірақ осы кезде бел омыртқаңыз бен арқаңыз көтерілмеу керек та. Сол кезде бүкіл стресс кетеді. Стрессті сілкіп тастаймыз. М. Кезде ештеңе ойлауға шамаңыз келмейді. Жерге жатып, қол аяғыңыз сілкеген кезде. Тек қана денені сезінесіз. Сол автоматизмге дейін өзімізді үйретуіміз керек. Иә? Күнде кешке жақын жатар алдында осыны сілкіп жасап көріңізші. Қалай ұйықтайсыз, ертесіне қалай өзіңізді сезінесіз, барлық өзгерістерді байқайсыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? 5Ж дегеннен өттік па? Ау? 5Ж деген не? 5D дегенді ертең жеке хабарласып өтеміз. Жеке. Жүрісіңіз, сөйлеу мәнеріңіз, иығыңыз, денеңіздегі блоктарды анықтап, сізге
қай жеріңізде блок бар, қай жерде ұстап тұр, сол бойынша сіздерге айтам. Оны ертеңнен бастап әрқайсыңызбен хабарласып, 5 сканды жасаймыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі практика бойынша жалпы королевский топқа келгілеріңіз келеді ма? Келетін ниеттеріңіз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақ бар? Қандай ойларыңыз бар? Не түсіндіңіздер бүгін? Қандай сұрақ бар бәрін? Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақ жоқ. Не түсіндіңіздер? Сізге ғана дауыс шықпай тұр, Адиля, иә, бағана жазған екен. Ұйқыңыз келді. Так. Сұрақ жоқ, бәрі түсінікті ме? Денеде не болып жатыр? Денеде. Кенже ханым, не болып жатыр денеңізде? Денеміздің бәрі қозғалып кеткен сияқты. Жаман ба, жақсы ма? Денеңіздің бәрін қозғалғаны жаман ба, жақсы ма? Жақсы. Ояндыңыздар ма? Дене сезінгені ғой. Денені сезіндіңіздер. Тағы? Рахмет. Онда рахмет. Сұрақтарыңыз болмаса, бәрі түсінікті болса, сіздерге ертең хабарласам. Ертең арғы күндері хабарласып, сіздермен жеке кездесу өткізем. Қазір чатқа, мастер-класстың чатына сіздерге жіберем. Бүгінгі эфирдің жазбасын ертең дайын болады, ютубқа салам, иә. Сосын королеваның картасын жіберем. Ертеңнен бастап жеке хабарласып, сканды ертең жасаймыз. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Мені көріп тұрсыздар ма? Сіздерді көре алмай міне таптым. Болды. Ау? Сұрақ жоқ па? Жақсы, рахмет. Ашап келгенсің бана. Ести алмадым. Ұйқыңыз келді ма? Расслабились, да? Расслабились? Жақсы. Ұйқым келген соң ұйықтай алмадым да, содан енді шаршап отырмын қатты. Кішкене денемен жұмыс істегеннен кейін де шаршаймыз. Қазір мүмкіндік болса, прям жатып ұйықтасаңыздар, күшті демаласыздар. Жақсы, келгендеріңізге рахмет. Жақсы, рахмет сізге де. Сау болыңыздар.